Сәлем достар. Бүгін біз осындай тәтті үлпілдеп тұратын бауырсақ әзірлейтін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Қажет заттардың барлығы астында описаниеда жазылған. Яғни жарты стакан суды, жарты стакан сүтті қосамыз. Міндетті түрде жылы болуы қажет. Бір жарым шай қасық ашытқымызды қосамыз. Жарты шай қасық тұз қосамыз және 3 ас қасық қант қосып араластырамыз. Венчикпен немесе қасықтың көмегімен араластырамыз. Барлығын араластырамыз да бетін пищевой пленкамен немесе крышкамен жауып қоямыз. Ашытқымыз көтерілу үшін. Көтерілген ашытқының үстіне күнбағыс майын қосып араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамырымызды жайлап илей бастаймыз. Бірінші венчикпен араластырып аламыз, одан кейін мен қасықпен араластырамын. Қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Ыдыстың бетін пищевой пленкамен немесе крышкасымен жауып бір 30-40 минутқа қойып қоямыз. 30-40 минут өткен соң крышкамызды ашып, қамырымызды жайлап бір рет тағы да басып жауып қоямыз. 2 рет басылып көтерілген қамыр өте үлпілдеп әдемі болып піседі. Екінші рет көтерілген қамырымыз осындай болып көтеріледі. Бір 4-5 мм қылып жайып алып, дөңгелектеп бауырсақтарымызды кесіп пісіріп аламыз. Достар, міне осындай әдемі әрі дәмді бауырсақтар бізде шығады. Менің рецептіммен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақерке.